Саламатсыздар балалар, бүгін математика сабағынан 4-ші сынып 69-ші сабақты өтеміз. Сабақтың тақырыбы 2 айырма бойынша белгісізді табуға берілген есептер. Бірінші тапсырма: Қазақстандағы автокөлік құралдарын өндіретін ірі компаниялар қайда орналасқанын біл. Өрнектің мәнін есепте және тап. Бұл жерде Азия авто және Сарыарқа авто өндірісі берілген. Бірінші кезекте біз жақшаны үшін орындаймыз. 7-ні 100-ге көбейтеміз, 700, және 210 мыңды 700-ге бөлетін болсақ 300 шығады. Демек, бұл Өскемен қаласында орналасқан екен. Екінші, мыңды 8-ге көбейтеміз, 8 мың, 640 мыңды 8 мыңға бөлеміз, 80. Демек, бұл Қостанай облысында орналасқан екен. Екінші тапсырма: бір жүк машинесі 150 тонна, екіншісі 100 тонна қиыршық тас жеткізді. Егер екіншісіне қарағанда біріншісі 2 рет артық қатынаған болса, онда әр жүк машинесі неше рет қатынаған? Бізде бірінші жүк машинесі 6 рет қатынаған, екінші жүк машинесі 4 рет қатынаған. Тапсырмасы: фермер бірінші күні 72 килограмм, екінші күні 56 килограмм алма сатты. Екінші күні бірінші күнге қарағанда 2 жәшік алма кем сатылды. Әр күні қанша жәшік алма сатылған? Бізде бірінші күні 9 жәшік алма сатылған, және екінші күні 7 жәшік алма сатылған екен. Келесі тапсырма: бір орамда 12 метр, ал екіншісінде дәл сондай 17 метр мата бар. Бірінші орамға қарағанда екінші орам 3750 теңгеге қымбат. Әр орам қанша теңге тұрады? Бізде бірінші орам 9000 теңге тұрады, екінші орам 12750 теңге тұрады екен. Келесі тапсырма: тігін фабрикасында спорттық күртеме шалбар тігілді. Әр бұйымға бірдей мөлшерде мата жұмсалып отырып, 180 шалбар, 120 күрте тігілді. Егер күртеге қарағанда шалбарға 120 метр мата артық жұмсалған болса, олардың әрқайсысында қанша метр мата жұмсалған? Бізге шалбарға 360 метр мата жұмсалған екен, күртешеге 240 метр мата жұмсалған екен. Демек, 180 метр шалбарды 2 есеге көбейтсек 360 метр болады. 120 күртені 2 есеге көбейтсек 240 метр мата жұмсалған болып тұр екен. Келесі тапсырма: саяжай жерінің ұзындығы 54 метр, ені 45 метр. Жер телімінің 5-тен 1 бөлігіне бұта, ал қалған бөлігіне көкөніс отырғызылған. Жер телімінің қанша квадрат метріне көкөніс отырғызылған? Енді біз бірінші ауданын тауып аламыз. Ол үшін ені мен ұзындығын көбейтеміз. 54 метрді көбейтеміз 45 метрге. Сол кезде шығады, бізде жер телімінің ауданы 2430 метр квадрат. Және бұның 5-тен 1 бөлігі деп тұр. Осы 2430 метр квадратты 5-тен 1-ге бөлеміз. 486 метр квадрат шықты. Енді қалған бөлігін табатын болсақ, осы 2430 метр квадраттан аламыз 486 метр квадратты. Демек, бізде 1944 метр квадрат жерге көкөніс отырғызылған екен. Келесі тапсырма: әр үйде электр есептеуіш құрал бар. Электр есептеуіш қанша электр энергиясы жұмсалғандығын көрсетеді. Электр энергиясы шығынын төлеу үшін құралда көрсетілген сан алынды. Ол 1229 киловатт сағатқа тең болды. Алдыңғы көрсеткіш 1084 киловатт сағат болатын. Егер 1 киловатт сағат 16 теңге болса, онда электр энергиясына қанша ақша төленді? Әр ай сайын осындай шығын болатын болса, бір жылға қанша теңге төленеді? Айына 2330 теңгеден кететін болса, бір жылға 2320-ны көбейтеміз 12-ге. Бізде бір жылда 12 ай бар. Сол кезде шығады, бір жылда 27840 теңге төленген болады екен. Келесі есепте жауаптарын сандықшадан тап. Бұл жерде сіздерге есептің мәнін сандықшадан тауып, сызба арқылы көрсеткенмін. Соны есептің мәнін тең деп жазып аламыз. Келесі тапсырма: өнімділікті табуға берілген есептердің қалай шығарылатын есіңе түсір. Кестені қара, есеп құрастыр. Әр есепті шығару үшін қолданылатын формулаларды жаз. Бұл өнімділікті табу формуласы біз алдыңғы сабақтарда өткен болатынбыз. Сол формулаларға қарап шығарамыз. Бірінші кезекте Арман сорпа ішіп отыр. Яғни, Арман қанша қасық сорпа ішті? Арман 50 қасық сорпа ішкен. Әлия 2 бет оқыған екен. Айна қанша мысал шығарып отырды?
айына 6 мысалды 5 минутта шығарған екен. 30 мысал шығарған болса, сонда 30-ды 6-ға бөлеміз, 5 минут. Бір мысалды 5 минутта шығарған екен. Келесі тапсырма: су ағатын шүмек бұзылған жағдайда тәулігіне 150 литр таза ауыз су босқа ағып кетеді. Ешқандай пайда әкелмей 672 сағат ішінде қанша ауыз су кәріз құбырына ағып кететінін есепте. Бұл жерде 672 сағатта 4200 литр ауыз су ағып кетеді екен. 4200 литр дегеніміз 4 тонна және 200 литр. Өте көп ауыз су. Келесі тапсырма: 3 адам өзара 21 бөшкені бөлісіп алу қажет. Бөшкелердің 7-еуінде бал толы, 7-еуінде бал жартылай құйылған, ал 7-еуі бос. Олар өзара бөшкелер мен балды әрқайсысында бірдей мөлшерде бал да бөшкеде болатындай бөліп бөлісе ала ма? Әрине бөлісе алады. Бұл жерде барлығы бізде 21 бөшке. Біріншіде 3-еуі толы, 1-еуі жарты, 3-еуі бос. Екіншіде 3-еуі толы, 1-еуі жарты, 3-еуі бос. Үшіншіде 1-еуі толы, 5-еуі жарты, 1-еуі бос. Яғни бөлісе алады деген сөз. Келесі тапсырма: тігін фабрикасында 1536 метр сұр түсті және 2952 метр қоңыр түсті матадан костюмдер тігілді. Сұр костюмге қарағанда 472 қоңыр костюм артық тігілді. Қанша сұр және қанша қоңыр түсті костюмдер тігілді? Бұл жерде 512 сұр, 982 костюм тігілген екен. Бүгінгі сабақ балалар осымен аяқталды. Каналға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.